Өзіңізді тамақ жеп жатырмын деп ойлайсыз ба? Негізінде тамақ сізді жеп жатыр. Майкл Грегердің өмірді сақтап қалатын ащы шындығы. Қиналып өмір сүріп, беймезгіл өлу. Осы бір қалың кітаптың ішінде сіздің тағы 20 жыл ұзағырақ өмір сүруіңізге көмектесетін сыр жатыр. Ашығын айтқанда, өмір бойы тырбаңдап жүргеніміз ажалдан бірнеше күнге болса да мұрсат сұрау үшін емес пе? Адам өміріндегі ең өкінішті нәрсе өмір бойы жиған тергенін ақыры ауруханаға барып беруі. Бүгін біз бос мылжың әңгіме айтпаймыз, өмір мен өлім туралы сөйлесеміз. Бұл сөздің мәні неде? Адам баласы өмір бойы ерте тұрып, кеш жатып, тіршілік қамы үшін деп тыным таппайды. Бірақ ашығын айтқанда бәрі де күнделікті 3 мезгіл тамақ үшін ғой. Бірақ қызығы сол, ақша тауып ас ішу үшін барымызды саламыз да, ақыры сол ішкен асымыз бізді о дүниеге аттандырады. Бұл сандырақ емес пе? Бірақ бұл сандырақ емес, бұл өмір. Өмірдің заңы көбіне осындай күрделі әрі қайшылықты келеді. Қазіргі тұрмысымыз жақсы ма? Әрине өте жақсы. Көлігіміз бар, дастарханымызда ет үзілмейді. Бірақ байқадыңыз ба, ауру сырқау да көбейді. Бұрын аш қалудан қорқсақ, қазір дұрыс тамақтанбаудан қорқамыз. Бұл бір қайшылық. Жиын тойдан қолы тимейтін дәулетті бастыққа барып, етті азырақ жеп, бұршақ өнімдерін көбірек жеңіз десеңіз, ол сізді жындыға балап, өмір бойы бейнеттенгенім осы жақсы тамақ ішу үшін емес пе деп шыға келеді. Бірақ ол өз көзіне жақсы көрінген астың ажалдың шақыру қағазы екенін білмейді. Адам өміріндегі ең үлкен қасирет өмірдің мәнін түсінбей өткендік емес, бәрін біле тұра, ажал құшқанда аңтарылып қалатындығы. Бүгін мен сіздерге бәрін жақсы түсінетін бір адамды таныстырғым келеді. Оның есімі Майкл Грегер. Бұл кісі америкалық дәрігер. Негізінен дәрігерлер ауруханада отырып, дәрі жазып, ота жасау керек қой. Бірақ бұл кісі олай істемеді. Ол ескі қағаз құжаттарды ақтаруға кірісті. Ол әлемдегі денсаулыққа қатысты барлық ғылыми еңбектерді зерттеп шығып, ақырында өте қысқа да нұсқа, небары 2-ақ сөзден тұратын өмірді сақтау деген кітап жазды. Ашығын айтқанда, Грегер өте бір беткей адам. Ол сізге ауруды қалай емдеуді емес, қалай ауырмау керек екенін үйреткісі келеді. Оның ойынша, егер іс ота жасауға дайын барса, өміріңіздің жартысы құрды деген сөз. Ол ауру басталмай тұрып, оның алдын алу жолдарын зерттейді. Осы мәселені бүге шегесіне дейін зерттеп, бізге қарапайым ғана шындықты жеткізді. Грегердің тілімен айтқанда, бұл клиникалық нутрициология. Ал бізше айтқанда, бар болғаны бір-ақ ауыз сөз. Аузың ажалың не шипаң, ал табағың сенің ем домың. Бұл бос сөз сияқты естіледі, солай емес пе? Тамақтанудың маңызды екенін кім білмейді дейсіз. Бірақ дүниедегі ең терең ақиқаттар көбіне қарапайым сөз болып көрінеді. Дәл біздің жүргеніміз сияқты, бәріміз де аяғымызды басу керек екенін білеміз. Бірақ біреулер оңтүстікке, екіншілері солтүстікке бет алады. Сонда олардың жетер жері бірдей бола ма? Грегер өз кітабында өлімнің 15 түрін сипаттайды. Қарап тұрсаңыз, бұл өте қызық нәрсе. Ол сізге қалай өмір сүру керектігін емес, қалай өлетініңізді айтады. Жүрек ауруы, өкпе ауруы, ми қан тамырлар аурулары, қатерлі ісіктің түр-түрі. Ол балгер сияқты алдыңыздағы 15 орды қазып қойған. Ол, егер ішіп жегеніңізге мән бермесеңіз, ерте ме кеш пе осы ордың біріне жығыласыз дейді. Алдымен бірінші орында тұрған жүрек ауруын айтайықшы. Грегердің айтуынша, жүрек ауру дегеніміз қан тамырларымыздың бітелуі. Ол неге бітеледі? Өйткені жеген тамағыңыз тым майлы. Өзіңізде дәмді әрі құнарлы ас ішіп жатырмын деп ойлайсыз. Бірақ шын мәнінде қан тамырларыңызға цемент құйып жатырсыз. Бұл цемент күн сайын қатып, ақыры тамыр мүлдем бітелгенде адам бір сәтте көз жұмады. Осындай кезде дәрігерлер сізге қан тамырларын шунттау немесе стенд қою керек дейді. Бірақ Грегер мұны тесік шатырды жөндеумен теңейді. Сіз тек тамған суды жинаумен әлексіз, бірақ шатырдың тесігін бітеуді ойламайсыз. Ал ол тесік қайда? Ол сіздің алдыңыздағы майлы табақта жатыр. Грегер ащы да болса тура айтады. Оның ойынша, қазіргі медицина жүйесі ажал мен жебені аралау емдеуін ойнап жатыр. Денеге жебе қадалғанда, дәрігер оның сыртқы жағын аралап тастайды да емделді дейді. Ал еттің ішінде қалған жебенің ұшы өз шаруаңыз. Аурудың өзін емес, тек белгілерін емдеу бұл заманның ең үлкен өтірігі. Ал басты емнің кілті өз қолыңызда. Кітаптағы тақырыпты әрі қарай жалғастырайық. Грегер тек жүрек ауруын ғана емес, қатерлі ісік туралы да айтады. Көп адам қатерлі ісікті тағдырдан немесе геннен көреді. Бірақ ол көптеген зерттеулерді қарап шығып, геннің үлесі өте аз екенін анықтады. Ал қалған үлкен бөлігін өзіңіз қолдан жасайсыз. Қатерлі ісік жасушаларына олар жақсы көретін қантты, қызыл етті және өңделген өнімдерді бергенде, олар денеңізде ұя салып көбейе бастайды. Осы сәтте сіз, Лю мырза, сонда оның айтуынша, бұл өмірде дәмдінің бәрінен бас тартуымыз керек пе? Онда өмір сүрудің не мәні бар? Деп сұрауыңыз мүмкін. Міне, Грегердің тапқырлығы да осында. Ол сізге тақуа болуды не аш жүруді бұйырмайды. Ол күнделікті 12 тізім деп аталатын қарапайым әдісті ұсынайды.
Ол күн сайын кішкене қағазға бүгін бұршақ жедім бе, жеміс жедім бе, жеткілікті су іштім бе, шынықтым ба деп белгілеп отырады. Бұл біздің өміріміз сияқты. Күн сайын лотереядан ұтып байып кетуді армандамай, күн сайын шамамен 70 теңге үнемдегеніңіз жөн. Бұл ақша көп көрінбегенімен, уақыт өте келе өміріңізді сақтап қалатын қаражатқа айналады. Бірақ шынайы өмірде адамдар орға қалай жығылады? Мен сіздерге бір хикая айтып берейін. Лауазымда іс алға басқан Ван есімді бір ақсақал болыпты. Ол өмір бойы ақшамен шешілетін мәселе емес деген қағидамен өмір сүрді. Ол темекінің ең қымбатын тартып, ішімдікті ең тазасын ішіп, тамақты тек ең жақсы мейрамханалардан жейтін. Ол мұны өмір сүру сапасы деп санады. Өзінің толық екенін, қан қысымының жоғары екенін ол білетін, бірақ одан қорықпады, өйткені қалтасы қалың еді. Ол жиі ештеңе етпейді. Менің жеке дәрігерім дайын отыр, дәрі-дәрмегім де сапалы дейді. Бір күні Ван мырза дастархан басында қызып сөйлеп отырып, кенеттен кеудесін піл басып кеткендей сезініп, көзі қарауытып құлап түседі. Ауруханада есін жиғанда кеудесі тілініп, 4 бірдей тамырына шунтта отасы жасалған екен. Ван ақсақал қатты қорқып, дәрігерден «Енді не істеуім керек?» деп сұрайды. Дәрігер темекі мен ішімдікті азайтып, көкөністі көбірек жеңіз дейді. Ол басын шұлғып келісе кетеді. Бірақ ауруханадан шыққаннан кейін 3 ай өтпей-ақ өзін қайтадан жақсы сезіне бастайды. Ол ота сәтті өтті ғой, тамырларымда тазарды емес пе деп ойлады. Осылайша ол қайтадан ішімдікпен той тамалаққа оралды. Өмір қысқа, өзімді несіне шектеймін деп шешті. Тағы 2 жыл өткен соң Ван ақсақал мәңгілікке көз жұмды. Оның басындағы жағдай көбіміздің басымызда бар нәрсе. Біз денемізді шексіз ақша алуға болатын банк, ал медицинаны қарызымызды кез келген уақытта төлей алатын банкомат деп ойлаймыз. Бірақ банктың де банкрот болатынын, банкоматта да ақша таусылатынын ұмытып кетеміз. Ең бастысы, кейбір қарыздарды өтей алмай қаласыз. Адамдар әрқашан ауру төсегінде жатып өкінуге бейім, бірақ дастархан басында бұған мән бере бермейді. Дәрігер Грегердің кеңесі өте қарапайым, тіпті сенгісіз. Ол сізге дәнді дақылдар мен 40 қабат тұқымдас көкөністерді көбірек жеуді сұнайды. Оның айтуынша, брокколидің құрамындағы қатерлі ісікке қарсы заттар сіз шамамен бірнеше миллион теңгеге сатып алатын қымбат дәрумендерден әлдеқайда тиімді болуы мүмкін. Бұл сөз таныс естіледі, солай ма? Біздің ата-әжелеріміз де осыны жеген жоқ па? Бірақ ол кезде таңдау болмады, ал қазір таңдау бола тұра біз оны таңдамаймыз. Грегер денемізді тыңдай білуіміз керек дейді. Денеңіз сізбен үнемі тілдеседі. Асқазаныңыз ауырса, ол көмек сұрап жатыр. Басыңыз айналса, бұл дабыл белгісі. Ал біз болсақ, ауырғанды басатын дәрі ішіп, оның үнін өшіреміз де, денемізді қинауды жалғастыра береміз. Оның айтуынша, күн сайын 3 мезгіл бұршақ өнімдерін, 3 мезгіл жидектерді, 1 мезгіл 40 қабатты және аздап зығыр тұқымын жеу керек. Бұл қоянның жемі сияқты естіледі, солай емес пе? Бірақ бұл тағамдарда табиғаттың даналығы жатыр. Олар асқазаныңызға тек тоқтық сезімін беру үшін емес, жұмыс істеу үшін барады. Олардың кейбірі қан тамырларыңызды тазартса, кейбірі зақымдалған гендерді қалпына келтіруге, ал кейбірі қабынумен күресуге көмектеседі. Бұл қиын ба? Қиын да оңайды. Қиын болатыны тәбетіңізбен күресуіңіз керек. Оңай болатыны көкөніс сатып алғанда қолыңызда жасыл өнімдер тұрған сөреге қарай сәл ғана соссаңыз болғаны. Грегер өз кітабында өте қызықты бір пікірді айтады. Қазіргі тамақ өнеркәсібі шын мәнінде үлкен қастандық. Тез дайындалатын тағамдар мен тәтті сусындарды сататындар тіліңізді бірден үйіріп, жеген сайын жегіңіз келетіндей амал табу үшін ең мықты ғалымдарды жалдайды. Бұл алдын ала құрылған тұзақ.